Сіз жұмыс істеуге тиіс, жалғыз нәрсе ол сіздің ойыңыз, ал ойды саналы түрде өзгертуге болады. Сіздің проблемаңыздың сипаты қандай болса да, бәрібір ол бар болғаны сіздің ойыңыздың бейнеленуі. Мысалы, сіз мен жаман адаммын деп ойлайсыз. Ой өзінің соңынан сіз берілетін сезімді ергізеді. Сізде бұндай ой болмаса сезім болмас еді. Ойды саналы түрде өзгерту қиын. Мұңды ойды өзгертсеңіз, мұңды сезімде өзгереді. Кертартпа ойды қанша уақыт ойлағаныңыз тіпті де маңызды емес. Күш өткенде емес, әрқашанда осы сәтте. Сондықтан да тура қазір азаттыққа шығыңыз. Сіз бұған сенесіз бе, жоқ па, бірақ біз өз ойымызды өзіміз таңдаймыз. Біз қайта-қайта бір нәрсе туралы ойлай беруге бейімбіз. Сондықтан бізге өз ойларымызды өзіміз таңдайтындай болып көрінеді. Біздің белгілі бір нәрсе туралы ойлағымыз келмейді. Біз өзіміз туралы қаншалықты жиі жақсы ойлағымыз келмейтінін есіңізге түсіріңізші. Ал қазір өзіміз туралы жаман ойламауды үйренейік. Осы планетадағылардың барлығы да мен білетін, менімен бірге жұмыс жасайтындар артық кем дәрежеде өзін кінәлі сезіну мен өзін-өзі жек көруден жапа шегіп жүргендей көрінеді. Біз өзімізді қаншалықты жек көрсек, соншалықты біздің жолымызда сәттіліктер де аз болады. Біздің ортақ ішкі танымымыз, мен онша жақсы емеспін, біз бұл өмірде менің қол жеткізгендерім аз, немесе мен бұған татымаймын дегенді жиі-жиі айтамыз. Сізге ұқсай ма? Мен онша жақсы емеспін деп сіз жиі ойлайсыз ба, әлде айтасыз ба? Бірақ кім үшін? Оның қандай өлшемі бар? Сізде осы сияқты таным өте күшті болатын болса, онда қуанышты, қамсыз, толыққанды өмірді қалай жасайсыз? Сіздің санаңыздан тысқарыдағы танымыңыз іс-әрекетіңізді үнемі басқарады, сондықтан ол сіздің өміріңізде үнемі пайда болады. Біздің проблемаларымызды ашу-ыза, басқаларды сынау, өзін кінәлау мен қорқыныш тудыратынына мен сенімдімін. Бұл сезімдер өзінің проблемасына өзгелерді кінәлайтын адамдарда болады. Түсінесіз бе, егер біз өзіміз басымыздан өтіп жатқан жайларға өзіміз 100% жауапкершілікті арқалайтын болсақ, онда кімді сөгеміз? Сіздің өмірде басыңыздан өткерген жайлардың бәрі сіздің өз ішкі ойыңыздың бейнеленуі. Мен кейбір адамдардың келеңсіз қылықтарын жақтамаймын. Біз үшін маңыздысы бізге осылай қарым-қатынас жасаған адамдарды біздің танымымыз өзіне тартатынын түсіну. Егер сіз барлығы мені сынайды, мен үшін ешкім ештеңе істемейді, менімен еден сүрткісі келеді деп ойласаңыз, бұл сіздің ойлау қалыбыңыз. Сіздің бүкіл өміріңізде осындай адамдарды өзіне тартып тұратын ой сізде терең сақталған. Егер одан бас тартсаңыз, ондай адамдар сіздің өміріңізде өз-өзінен жоғалады. Сіз бұдан былай мұндай адамдарды өзіңізге тартпайтын боласыз. Мен төменде тәни дәрежеде көрініс табатын осындай ойлау қалыбының нәтижесін келтіремін. Бір, ұзақ уақыт бойы жинақталған ашу-ыза, өз-өзіне көңіл толмаушылық, реніш тәнді жеп қатерлі ісік рак ауруына айналады. 2. Басқаларды үнемі сынау ревматизм сырқатына шалдықтырады. Кінәлі сезіну әрқашан жазалануға алып барады, ал жазалау қиналуды тудырады. Ол тудыратын қорқыныш пен тығырық асқазан жарасы мен аяқ ауруының және шаштың түсуінің пайда болуына бірден-бір себепкер. Мен өз тәжірибемнен реніш пен ашу-ызадан құтылу тіпті қатерлі ісікті де жоқ қылатынын білдім. Сырттай қарағанда бұлай түйіндеу қарабайыр болып көрінуі мүмкін, бірақ менің өзім оны көрдім және өз басымнан өткердім. Кітаптың толық нұсқасы менің каналымда бар. Тіркеліп алып, энергия алмасу, рахмет ретінде лайк басып комментария қалдырыңыз. Сізге рахмет.